Қайырлы күн, қазақ елі. Мен айтамын, мына орыстар деймін да, Қостанайды не құтырып жатыр? Путинге беріп жіберу керек, бар соғысын. Қазақстандағы тыныш өмірлеріңізді өздеріңізге жалко, что ли? Да? Тогда бар. Надо вам Путинге обращайтесь и соғысып Россияны қорғасын. И мы даем соғысын. Ол Россия қуана бермес, Путин ешке, наоборот, ертең Путин Украинаны өзінше мәз болып отқанша, Путинге хана будет скоро. Ескертіп қойын емші ретінде. Ертең ол Путин ананы жеңдім деп отыр ма Украинаны, айта береді. Тықыр таянды деген, уже басқа бұрынғы Армения, Азербайжан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан қарап отырмайды, уже көз жеткеннен кейін. Бәрі уже Путинге бір қолды түргеліп қарсы шығатын бар. Путин деген, мен оны 3 жыл бұрын деп болжағаным бар, қазір неден қараңдар оқытымнан баса. 3 күн деп айтқам, 3 жылдан кейін Путин жеңген болады, бірақ Путин абыройынан жұрдай. Өзінің орыстары қылғындырып өлтіреді содан кейін Путин. Дауыстарын шал-шуман. Орыстардың құтыруынан қорықсаңыздар, біздің Қазақстанның зиялы қауымы, өнер адамдары, біздің мәдениет саласында жүрген, біздің Қазақстанның құрметті деген азаматтығынан садаға кеткен адамдар, баян аяп Алла өзі бастаған, басы кекшеңдегі ешкі құсаған бәлеге, бәрін қазақша сөйлеңдер. Министр қазақ, ұлтың қазақ па, қазақша сөйле. Біз енді орысқа айта алмаймыз ғой. Именно сіздер сөйлеу керексіздер қазақша. Сол кезде орыстар мүмкін деріп қалады. Біз көп болған сайын. Сосын мына Украинаның соғысы. Ешқандай айта береді, Украина жеңілсе, наоборот, орыстарға енді одан да хуже будет. Лучше жеңілу керек еді орыстардан. Украинамен достасу керек еді. Енді хана будет, орыстар көп құтыра бермеңіздер. Енді көзі жететін болса, ертең мына 15 одақтың бұрынғы содан ақ уже көре бер. Ол Трампқа сеніп жаңағы отқан шығар, Путин кеше сонымен ауыз жаласты ғой. Трамп 200 адам, оған сенбей ақ қойсын. Абырой Алладан Путиннің алдағы уақытта. Орыстар көп құтыра бермесін. Қайта Украинаны ертен, олар құтырып сатып кетті ғой енді. Шалмен алжыған. Ничебі. Ертен бүкіл Россияның соғысын орыстар құтыра бермейді. Жеңген кезінде осы 15 одақтың адамдары ғой жеңген. Сол біздің қазақтар бір көмектескен ең. Басқа ұлт қазір де солай. Қазір бірде-бір орыс соқты, орыс деген қорқақ қой, деген арағын ішіп жүрген алқаштар. Қорқақ бұлар. Ешқандай қашып кетті ғой өз елдерін тастап. Орыстан кім қорқады? Соғысқа сол баяғы біздің қазақтар бар соғысты, бүкіл өзге ұлт өкілдері. Путин деген босқа құтырмасын. Путин. Без комментарий. Осы менің күтіп отқаным емші ретінде осы Украинаны жеңдім деп айтып көрсінші. Содан кейін сімірей отқана 15 одақ шайнап тастайды, оны шайнап. Орыстар сосын наоборот дымсыз қалады. Без Москва останется. Қазақ орысша сөйлейді деп жүрмейді түгіл. Жандардың қаяқта қалған мейді. Бұлар өздері қаңғып жүр ғой, елдерінде қорғай алмайды. Біздің Қазақстан тыныш өмір сендерге